Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы жергілікті халық Юго-Восток деп атап кеткен аудандамыз. Өз Қарағанды жақта жүргеніме 5 жылдың көлемінен асса да бір ғимарат бар, үнемі кіргім келіп жүретін, кіре алмай жүрген, барып сыртынан қарап қызығып, қызыққанда қалай жалпы архитектурасына деген сияқты сондай бір ғимарат болатын. Соған көрдім бүгін жөні жолы түсіп тұрған сияқты. Соған бірге қазір кіріп көретін боламыз. Ол ғимаратты қазір сіздерге мен көрсетем. Қазір сол жаққа қарай бара жатырмыз. Бүгін менде мына жерде алғашқы влог, шамалы қайсызданып жатырмын, шынын айтсам ше. Өйткені бұрын бұлай түсіріп көрмеген. Жан жақтағы адамдарды бір түрлі қарап тұрған сияқты. Адамдар жүріп жатыр, машиналар өтіп жатырғаннан кейін кішкене ыңғайсызданады екенсің. Бірақтан процесске кіріп кеткеннен кейін түсіре беретін сияқтысың, үйден кеткеннен кейін. Сол қазір көреміз енді. Мынау микрофонын тағып алған ба өзімше ше. Микрофон жазып жатыр ма, жазбай жатыр ма? Мына жерде маған несі көрініп тұрған жоқ. Жаңағы датчик көрініп тұрған жоқ. Дыбыс жазылып жатыр деген ойдамын. Оны тексеруге де негізінде уақыт жоқ. Қазір көреміз қалай болатын. Ал жаққа да келіп қалдық. Міне мынау ғимарат. Осыған міне келіп қалдық. Қазір ішіне кіріп көретін боламыз. Ешқандай кедергі болмауы керек. Собор Дева Марии, собор Святой Дева Марии Фатимской деп аталады, для всех народов. Мына жерге кірдік. Мен жаңа айтпақшы, мына жақтардың барлығын айналып шықтым. Өйткені есіктер жабық екен. Мына жаққа келдім, есікті тартып көрдім. Ең бірінші әуелі рұқсат сұрайын деп ойлағанмын. Сөйтсем мынау есік жабық тұр екен. Содан кейін анау есікке бардым, анау есікке бардым. Бүкіл есіктерді барып қақсам, бүкіл есік жабық екен. Содан ар жақта жаңа бір машина болды. Сол машинада отырған бір жаңағы монашка отыр екен. Сол кісіден рұқсат сұрадым, бола ма кіруге деп. Ешкім жоқ екен. Бірақ та ол кісі маған есікті ашып берді. Міне мынау кісі ғой. Рахмет сізге. Рахмет деп қоямын. Былай айналып шықтым жаңа сыртын. Мына жақта машина отыр екен. Осы кісіден сұрадым жаңа. Бізге кіруге рұқсат берді. Бірақ та ішінде жаңағындай айтқандай ішінде ешкім жоқ. Қазір 10-15 минут тоссаңыз адамдар келеді деді. Қазір ішіне кіріп қайтадан көрсететін болам. Міне мына есікті жаңа ашып берген бізге. Мына есіктен кіреміз. Аяқпен кірсек болады. Міне ана жақта болайынан. Қазір ішінде ешкім жоқ. Шамалы ақырын сөйлеу керек деп ойлаймын. Ешкім жоқ болса да. Бұның ішіне кіруге ешқандай кедергі келтірген жоқ. Ешқандай кедергі болған жоқ. Мен алдын ала танысып шықтым. Бүкіл ережелерімен ешқандай да кедергі жоқ екен. Содан кейін негізгі бір шарты бұл жерде бас киімді шешіп кіру керек екен. Бас киімді шешіп кірдім. Қазір бұл жерде ешкім жоқ. Мына жерде тор қазір жабық тұр. Қазір осы торды ашатын болады. Маған бір 15-20 минут күтсеңіз, мына торды ашамыз деді. Ішіне кіріп фото, видео жасай берсеңіз болады деді. Так, мына жерде мынандай заттар бар екен. Қарап танысып шықсақ болады. Не жазылғанын. Вступительная молитва дейді. Мына жерде дайымшын жазған екен. Мына жерде жағалай әртүрлі
жаңағы аңыз әңгімелер кітаптардағы сөздері өздерінің сондай бір жазған сияқты. Сыртқы көрінісі шынымен де архитектурасы өте ерекше. Неоготика стилі деп аталады екен. Бір еуропалық стильде салынған ғой. Негізінде былай қарағам ақпараттарды, Германиядағы Кёльн соборы сияқты салынған екен. Собордың қысқаша тарихын айта кетсек, собор Рим католиктік шіркеуіне қарайды. Мұның негізгі басқару орталығының ең жоғарғы органы Ватикан болып саналады. Рим папасына қарайды. Одан кейін иерархия бойынша кардиналдар екен. Кардиналдардан кейін архиепископ, архиепископтан кейін епископтар. Бұл епископ басқарады бұл жерде. Ал бұл епископты Рим папасының өзі бекітеді. Қазіргі бұл Қарағанды қаласының епископын 2015 жылы Рим папасы бар ғой, Франциск бет, сол кісі тағайындаған екен. Қазір мына жерге фотосы болса фотосын шығарам. Содан кейін тағы да айтатын жайт, бұл орталық Азиядағы ең үлкен шіркеу болып табылады. Астана қаласында архиепископ бар. Ол жаңа Қазақстандағы барлық шіркеулердің орталық ұйымы ғой енді, былайша айтқан кезде. Ол епископ, ол Қарағанды аумағындағы шіркеулерге жауап береді. Былайнан. Жаңа мен мына жақта мынау бір есікті көрдім. Мынау есікті шығып, мынау не екен? Балабақша екен. Міне әдемі кадр. Бұл жалпы құрылысы 1998 басталып, негізінде сол кезде ұсыныс тасталып, 2012 жылы аяқталған екен. Сыртқы құрылысы енді керемет шынымен де ше. Бұл жерде мен түсіргім келгендіктен, мені қызықтырғандықтан, мені баурағандықтан дейікші, осы жайт, сондықтан осылай түсіргім келген еді. Шіркеудің аумағы. Мынау балабақша ғой деймін, сол жаңа балабақшаның ғимараты сияқты. Осылай. Жалпы мен бұл жерге шынымен әрдайым бір кірейінші деп жүретінмін. Кіріп көру керек деп қызықтырып. Бір кіре алмаған едім. Сол бүгін орны түсіп тұр. Содан кейін ойладым, жай ғана кіріп қоймай бір нәрсе түсірейінші деп ше. Арам ойым болды. Жалпы түсіріп бір YouTube'қа бір нәрсе салғым келді. Өзімше еще микрофон алған ғой, көріп тұрсыздар ғой. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке, жотам. Остановись, бэби. Микрофон дауысы жазылып жатыр ма, жазылмай жатыр ма, оны білмеймін. Әзірге сондай бір арам ойым болған ғой. Өзімше YouTube арна жүргізіп қойып, монетизацияны қосып тастап деген сияқты. Қазір көреміз енді қалай болатынын. Бұл қазір түсіретін боламын мен әуелі. Содан кейін бұл монтаждауы бар деген сияқты. Бұл монтаждала ма, монтаждалмай ма, монтаждалғаннан кейін бұл YouTube'қа салына ма, салынбай ма, оның өзін шынымды айтсам білмеймін. Әзірше қызық болып отыр, негізі өзіме өте қызық болып отыр. Процесс қызық, эксперимент жасап көру керек. Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасау керек. Мынау кісі жаңа менен сұрайды, кіруге бола ма деп мененше. Мына кісі, мен айтамын, өзім тосып жүрмін деп. Сол аумақта былай демалып жазы отыратын жерлер бар. Келіп демалып отырса болады. Қарағандыға келсеңіздер, міндетті түрде келіп көрсеңіздер болады. Қызық өте. Манағыдай емес, шамалы үйренісіп қалдым былай камераға, неге ше. Өйткені мына жерде адамдар аз екен, адамдар жоқ деуге де болады. Содан кейін кішкене былай түсіргеннен кейін де өзім үйреніп қалдым. Міне анау кісі келді. Қазір бізге есік ашып беріп отыр.
қазір мына решетканы ашатын болады ақырын. Спасибо. Мынау қазір. Міне решетканы аштық. Қазір енді кіретін боламыз ары қарай. Хорошо. Мына жерде міне кірген кезде осындай. Мына жерде мынау мінбер сияқты екен. Анау кісілер түсіруге болмайды деді. Түсіруге болмайды дегеннен түсірмеу керек. Мына жер былайынан міне. Бұл жердегі шын айтсам рәсімдерді білмейді екенмін. Құммен не істейтінін. Жалпы көрініс осылай. Бірінші рет осындай ғимарат түсіріп жатқаннан кейін мен ешқандай да бір не жоқ, аталайды тәжірибе жоқ. Мен кәсіби видеограф емеспін, сондықтан качество үшін кешірім сұраймын, дұрыс түсірмесем. Содан кейін бұл жерде ақырын сөйлеуге тура келеді, сондықтан кішкене шамалы ақырын сөйлеп жатырмын. Былайынан. Мына жерде кітап тоже синтезатор ғой. Синтезатор бар екен. Жағын көрейік. Осындай екен. Мына жерде түрлі жаңағы кітаптардағы тарихи болған оқиғалар осылай суреттелген екен. Архитектура шынымен ерекше. Одан ары қарай қателеспесем шығуға болмайды. Осы жерге келген ғана шығуға болады. Ары қарай өтуге болмайды. Осындай. Бұл жерде не бар екен? Қазір ішіне кіріп, арган деген аспап, сол арган деген аспапқа екінші этажда екен, соған көтерілуге рұқсат сұрадым. Қазір соған көретін боламын. Бұл арган инструментінде көптеген Еуропадан келген органисттар не ойнайды, шығармалар ойнайды, концерттер болды бұл жерде. Қазір міне маған есігін ашып беріп отыр. Кішкене бір түрлі екен, бірақ та мына жерден қазір міне. Хорошо, я вас. Мына жерде міне мынау арган аспабы. Мына жерден қазір дауыс шығады. Маған қазір бір шығарма орындап беремін деді.
міне мынандай үлкен аспап. Маған рұқсат етті. Чуть-чуть. Здесь клавиши как на этом, да? Фортепиано, А. только белый, черный, черный. Это уменьшилось. Возьмите, Осындай кезде ойнай алмай қаламыз. А здесь? А эти что? Здесь просто, видите, я сейчас выключила. Вот М. этот громкий будет регистр. Если М. хотите, можете нажать. Здесь. Он будет здесь громкий. Вот здесь, ниже. Ниже. М. Нижний М. добавили. Мынандай екен. Спасибо. Мынау жаңағы біз арганның үстінен көрініс осылай көрінеді екен. Бұл жерде адамдар отырады. Мынау жаңағы біздің кіреберіс. Осындай. Біз қайтадан төмен қарай түсіп бара жатырмыз. Бірінші этажға. Это второй этаж, да? А здесь? А, все. Сейчас зайдем, решетку. Тағы да толықтыра кетейін. Мен бұл жерге келме салдан бұл кісілердің көрсеткен почтаға хат жазған болдым электронный, рұқсат сұрап. Бірақ хатыма жауап берген жоқ. Бірақ одан кейін жаңағы сайттан қарап көрген кезде Инстаграмнан ешқандай кедергі болмайды деп оқыдым. Жалпы айтайын дегенім, барлығы рұқсатпен жасалған зат. Сол қазір мына жерде қысқы храм бар екен. Сол жерде рұқсат сұрап түсіп көрейін деп жатырмын. Сол жерде бір не көргенмін ғой. Фотоларынан қарағанмын ғой. Кішігірім храм сияқты. Соны қазір маған бүкіл есіктерді ашып беріп отыр. Мен бір керемет бір адам сияқтымын ше. Не сияқты өзім Это статуя, как Мириам с Иисусом, и она стоит там. Вот центрально, видите, ряд колонн, да? У последней колонны она там стоит в конце. Хорошо. А я здесь. Жаңағы мынау кісі түсіндіріп өтті. Мына жерден басталады екен негізінде. Ары қарай. Бір тарих мен өзім білмейді екенмін тарихты. Сондықтан қазір өтірік ойдан құрастырып білмеген затымды айтқым келіп тұрған жоқ. Өзімді үйге барғаннан кейін тағы да қосымша қарап өтемін. Бір кез информация кетіп қалса. Сол жаңағы қысқа храм дейді. Барлық жер қосып жарығын жағып кетті. Тағы да бір рәсімдер өтетін жер болу керек. Ішінде ешкім жоқ, мен өзім ғана жүрмін. Бір жағынан сол үшін де өзімді еркін ұстап жүрген сияқтымын. Жаңағының көшірмесі ма жоқ, басқа ма жоқ, басқа сияқты. Мына жақтан басталады деді ғой немене. Ана басқан кезде
тарихын айтатын сияқты, бірақ та басуға болмайтын сияқты. Басып көрейін бәлде. Қазақша дейді, орысша, ағылшынша, немісше басқым келіп тұр ше. Бірақ болмайтын сияқты, қазір бір қатты дауыс кетсе сосын. Мынандай екен. Мынандай көрініс екен. Мен жаңа ана кісіге не үшін айттым, бұл жерде сұрадым, өйткені интернеттен бір фото көргем. Бір қызық затты көріп қалдым да. Мынау біреу затты. Содан кейін соны сұрай салғам. Қазақтың анасы тұры қызық. Бұл не үшін қойылған екенін, тарихын шын айтсам білмеймін. Бірақ осындай бір қызық не бар екен. Ескерткіш сияқты ма, кішкентай. Сондай бар екен, ескерткіш деп айтамын, не деп айтады дұрыс. Тағы да қате айтып қоймайын. Тағы да қайталап айтамын, мен бір кәсіби журналист, кәсіби бір блогер, немесе кәсіби бір оператор емеспін, сондықтан өте көп қателіктерім болуы мүмкін. Сол қателіктерім үшін алдын ала кешірім сұраймын. Енді бір гид болса, барын айтса, әрине қызық қой, былайынан. Ал онсыз тек қана көріп шығамыз, болды. Мына жерлерді басуға болмайды, өтуге болмайды. Осылайынан екен. Бұл қысқы зал екен. Мына жерге келіп бүйтіп отырады. Мына жерде әртүрлі рәсімдер өтеді. Жақсы, тысқа қарай шығайық қазір. Светті кім өшіреді, өзім өшіп кетейін бе, жоқ? Анау кісі өшіреді ме? Блин, маған басқым келіп тұр ше. Не айтатын? Қазір үстіне барып мен сұрап көрем. Басуға бола ма екен, жоқ басуға болмай ма екен? Егер болады десе, қазір басып көрейік. Жаңа барып сұрап келдім, жаңағы не бойынша. Аудио гид сияқты екен. Бірақ та 100 теңге салу керек екен ол жерге. Менде 100 теңге болмай қалды. Қалтамның барлығын қопарып шыққам, ешқандай ақша жоқ. Сондықтан тыңдай алмай қайттық. 15-20 минут бойы бүкіл тарихи жаңағы заттар айтады екен. Анау кісі дейді болмай қалды 100 теңге. Каспи ешқандай картамен төлеу мүмкіндігі жоқ. Міне мына жерде тиын салу. Еркелеш ол бір келіп жатсаңыз 100 теңге ала салыңыз. Мынаны тыңдау үшін қызық деп ойлаймын өзім. Осымен аяқталды. Мен шығып бара жатырмын. Рахмет айттым. Видеоны егер де YouTube'ға салатын болсам, бұл кісілерге айттым, көрсетем деп сіздерге. Қарап, егер де бір дұрыс емес болатын болса, айтыңыздар деп. Есік ашық екен. Міне шығып баратымыз. Ақырын осылай. Сонымен бұл соборға жасалған кішігірім влогымыз өз мәресіне жетіп қалды. Қызық өте. Бір жағынан эксперимент те болды. Енді қазір бұны монтаждайын ба, салам ба ары қарай. Ол да бір үлкен сұрақ. Монтаждалғаннан кейін ол YouTube'ға салына ма, ұялып қалам ба деген сияқты ғой. Айбай, анау жел өте қатты соғып кетті ғой. Егер салатын болсам, мынау қазір бір тыныш жерге барайын. Егер қызық болатын болса, лайк басып, астына пікір қалдырсаңыз
қалдырсаңыздар болады, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Тағы да қайталап айтамын, мен бір кәсіби журналист емеспін, мен кәсіби блогер емеспін, кәсіби видео оператор емеспін, сондықтан көптеген қателіктер болуы мүмкін, болған да шығар. Соған барлығына көз жұма қараңыздар. Енді жаман сөз жазбаңыздар, жаман сөз жазсаңыздар мен ренжимін. сол қызықты болса астына жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да сондай бір кішігірім осындай бір барғым келіп жүрген жерлер бар еді. Соларға бәлкім видео влог түсірсем ба деп, егер қызық болса сіздердің тараптарыңыздан, өзіме де қызық болса, бәлкім алдағы уақытта да жалғастырып бір нәрселер түсіретін шығармын. Сондықтан ұнаса видео лайк басып пікір қалдырыңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені арнаға жазсаңыздар, оны видеоның көп адамдардың көруіне әсер етеді, YouTube бұны басқа адамдарға рекомендовать етеді деген сияқты ғой. Сондықтан маған да сіздер көмектесіңіздер кішкене. Жақсы, сау болыңыздар. Менің телефонның аккумуляторы да өшті, память та толды. Үйлеріңізге айтып барыңыздар, Нұрмұхамед YouTubeға видео салыпты деп. Сау болыңыздар.